Өгей ана, әжемнің әңгімесі, өмірде болған оқиға. Нағаш апамның қолына жаздың күні баратынымнан хабардарсыздар ғой. Міне сол Зағипа әжем үнемі келген сайын біздерге, яғни жиендеріне, құлдық қылайындар, келдіңдер ма, қызымның баласы, балдан тәтті анасы, сенің шешелеріңді қатты жақсы көремін ғой. Аналарыңды сыйлаңдар. Ана біреу, ал әкенің жақсылығы жездедей-ақ, дей береді. Баламыз ғой, көп сөздің парқына түсіне бермейміз. Апа, осы сондайыңыз жаман, үнемі жұмбақтап сөйлейсіз, сонда қалай? Біздің папам мен Шымыр жезе екеуі бірдей ма, дейміз. Айгүл әпке екеуміз. Иә деп тарс етіп жауап бергенде ойланып қалдық. Әжемнің әңгімесі үнемі ұйқыға жатарда масаханада басталады. Жан-жақтан жиналған 10 шақты немересі жинап алып, әңгіме, ертегі, қисса дастандарды айтып беруден шаршамайды. Ал біздер ауыздарымыздан сілекейлеріміз ағып ұйқыға кетеміз. Көзім талып бара жатса да, әжемнің әңгімесін аяғына дейін тыңдап барып ұйықтаймын. Бағана сен екеуіңе неге аналарыңды сыйлаңдар деп айттым, білесіңдер ме? Қазір мен көрші ауылда болған оқиғаны айтамын. Кішкене қорқыныштылау, деп бастады әңгімесін әжем. Қорқыныштылау дегеннен барлығымыз жап-тарамай әжемнің жанынан орын алуға тырыстық. Әй, тұқымың шашылғырлар, менің жүрегімді езесіңдер ме? Әлі жатыңдар, деп зілді дауыспен айқайлады. Оны тыңдайтын біз бе? Одан бетер әжеміздің ішіне тығыла жөнелдік. Сөйтіп кішіміз апамның жанында, ал үлкендер шетінде жататын болып келістік. Әжемнің біздерге ренжитіндей бар, дала қапырық, аспан айналып жерге түсетіндей, ал масахананың іші одан бетер. Оған онымыз жабылып, шүйкімдей әжемізді жаумалдап аламыз. Жағас болдыңдар ма? Деп нағаш апам күлім қақты. Біздер болсақ дымымыз ішімізде, құлағымызды түріп, тыңдауға дайын екенімізді білдірткендей басымызды шұлғып қоямыз. Айдың сәулесімен жымыңдаған жұлдыздарға қарап қоюды да ұмытпаймыз. Ал ендеше тыңдаңдар. Бір еркектің әйелі қайтыс болады да, соңында 4 жасар қызы қалады. Содан жаңағы еркек 1 жылдан соң үйленеді. Келіншегі өгей қызды көргеннен бастап жақтыра бермейді. Бір күні жаңағы қыз әкесіне жылай бастайды, жұмысқа кетпеуін өтінеді. Оны тыңдайтын әкеме не болды деп күліп сұрайды. Бірақ келіншегі сөзге айналдырып, қызға кәмпит беріп, арғы бөлмеге апарып ұйықтатады. Бір ай өтпей, қыздың өңі сарғайып қоя береді. Тәбеті жоқ, тек ұйықтағанды ғана жөн көретін болады. Баяғыдай әкесінің мойнына асылып ойнауды да қояды. Содан әкесі бір күні жұмыспен алыс сапарға кетеді. Бірақ құжатын ұмытып кетіп, үйіне қайта оралады. Есіктен кіре бергеннен қызының дауысы қатты шығады. Мама, салмашы, ауырады, деген. Жаймен есіктің сыртынан қараса, келіншегі қызының құлағына банкіде тола жатқан есек құрттарды салып жатыр екен. Ашуға булыққан ол далада жатқан балтамен келіншегінің қақ маңдайынан жібереді. Ал қызын құшақтай алып ауруханаға апарады. Бірақ жыбырлаған құрттар қыздың бүткіл денесін жайлап алған екен. 2 күннен соң қыз көз жұмады. Өгей шеше ана болмайды. Осыны ұғыңдар, аналарыңның тілектерін тілеп жатыңдар ұйықтар алдында, деп аяқтады әжем әңгімесін. Сол күні түнімен анашымды сағынып үйге қайтқым келіп, жастыққа тұншығып жылап, жымыңдаған жұлдыздарға қарап жатып, қалайша талықсып ұйықтап кеткенімді байқамай қалдым, деп автор өз әңгімесін аяқтады. Қалай ойлайсыздар? Өгей шеше бола ма? Мүмкін болар, бірақ өз анасындай болмайды. Назарларыңызға рахмет, зейін қойып тыңдағандарыңызға үлкен алғыс. Әңгімем ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып кетуіңізді сұраймын.